10 сынып оқушысы Аманбай Айсана. Мен қолөнер алтыннан қымбат ертегісін оқыдым. Баяғыда бір патша өмір сүріпті. Ол халықтың өзі туралы не айтатынын тыңдағысы келеді. Ол сөйтіп жүріп бір сұлуды көріп ғашық болады. Ол нәзірлер мен уәзірлеріне барып пәлен деген ауылда әдемі сұлу қыз тұрады. Оны маған үйленетіні туралы айтыңдар дейді. Нәзірлер мен уәзірлер патша айтқан сарайға келеді. Патшайымның сұлулығына таң қалып, қыздың әкесі оларға бізге мұндай қызына мұндай құрмет жасағанына сенбейді. Ол сөйтіп қызына қарап, қызым, патша нәзірлер мен уәзірлер саған құда түсуге келіпті, оларға не деп жауап берейін дейді. Қызы айтады, патша қандай қолөнермен айналысады деп сұрайды. Қызы, қой қызым, патша қандай қолөнермен айналысады деп ойлайсың? Олар билейді және өзінің қалаған затын жасайды. Біз оның қызметшісіміз дейді. Жоқ, менің күйеуім қандай да бір шаруамен қолөнермен айналысуы керек дейді. Ол нәзірлер мен уәзірлер патша сарайына келіп, қыздың жауабын айтады. Патша таң қалып, амал жоқ, қыз үшін бір қолөнермен айналысуды шешеді. Ол кілем тоқуды таңдайды. Ол кілемді тоқып, бүкіл әлемде жоқ кілемді тоқып, патша сарайына жібереді. Патшайым оны көріп, ата-анасымен қоштасып, нәзірлер мен уәзірлеріне еріп сарайға келеді. Олар арада бірнеше уақыт өтеді. Патша қайтадан кедейдің шапанын киіп қалалар мен ауылдарды аралауға шығады. Ол сөйтіп жүріп, патшаның қарақшыларының тұзағына түсіп қалады. Ол мен айналысатын екенін біліп, оны бай көбеске сатып жібереді. Бай көбес оған қолына мақта беріп, мына кілемді тоқы дейді. Кілемді тоқып, оның көбестің әйелі көріп, оны үлкен кілем тоқысын, оны патшаға сұнасын. Патша да құр қол қайтармас дейді. Көбес кілем тоқушыға барады. Мен патшаға сыйлық жасағым келеді, сен кілем тоқы дейді. Бүкіл әлемде оған тең келмейтін кілем болсын дейді. Патша егер менің айтқанымды істемесем, басымнан айырыласың дейді. Ол патшаның айтқанындай кілемді тоқып береді. Оның жанына оюлап, әріппен өзінің басына іс түскенін баяндап хат жазады. Оны көрген әйелі күйеуінің басына іс түскенін түсінеді. Мына кілемді тоқыған адамды сарайға әкелуін бұйырады. Нәзірлер мен уәзірлер көбеспен бірге қараңғы бөлмеге кіріп, тоқымашыны моншаға шомылдырып, жаңа киім кигізіп, патша сарайына әкеледі. Патша бір келген кезде патшайым оны бірден танып, екеуі көріседі. Қымбаттым, қолөнер алтыннан қымбат деген сөздің рас екен депті әйеліне.